Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін ерекше дәмді гуляшпен үй жағдайында жасалатын, дүкеннен еш нәрсе алуды қажет етпейтін өте дәмді дәруменге бай салатты жасаймыз. Кеттік. Алдымен табамызға сәл ғана сұйық майды, одан кейін сары майды салып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін пиязымызды ұсақтап турап, табамызға салып, қызарғанша 3-4 минуттай қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып болғаннан кейін, енді ұсақтап туралған етімізді салып, араластырамыз. 5-10 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғанша енді соусын әзірлейміз. Ол үшін бізге су қажет болады. Оған 1 ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің томат пастасы суда жақсылап еруі қажет болады. Қуырылып жатқан етке 1 ас қасық ұнды салып, жақсылап тағы да 3-4 минуттай қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін келесі кезекте өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерді дәміне қарай салатын боламыз. Одан кейін ең соңында соусымызды құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, етіміз піскенше алып қоятын боламыз. Яғни бетін жауып, 1,5 сағат көлемде пісіріп алатын боламыз. Етіміз піскенше өте дәмді дәруменге бай, дүкеннен еш нәрсені алуды қажет етпейтін салатымызды бастаймыз. Ол үшін пиязды жақсылап бірінші 4-ке бөлеміз, одан кейін осылай жұқалатып, ұсақтап турап аламыз. Табамызға сәл ғана сұйық майды құйып, енді пиязымыз қызарғанша жақсылатып барлығын қуырып алатын боламыз. Қыздар, рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар қай қаладан боласыз, комментарийға жаза кетсеңіздер. Мінеки біздің пиязымыз жақсылап қызарып қуырылып алды. Енді майынан бөлек етіп, осылай табамыздан пиязымызды түсіріп алатын боламыз. Келесі кезекте бізге тұздалған қияр қажет болады. Мен бұл жолы 3 қиярды қостым, бірақ ауызды ашқаннан кейін негізінде қияры аз қосылған салатты пайдаланған жақсы. Сол себепті сіздерге 1 ғана қиярды қосуға кеңес беремін. Мінеки қиярлардың барлығын енді 4 бұрышты етіп, өте қатты ұсақтамай осылай турап аламыз. Алдын ала қызылшамызды пісіріп аламыз, оны да үкіштен өткізетін боламыз. Барлық қызылшаны үкіштен өткізіп болғаннан кейін, енді оған ұсақтап туралған қиярымызды, одан кейін пиязымызды қосатын боламыз. Дәміне қарай сәл ғана үкіштен сарымсақты да қоссаңыз болады. Сіздің салатыңыздың дәмі ерекше дәм беретін болады. Бірақ та сарымсақты жақсы көрмесеңіз, қоспауға да болады. Өйткені сарымсақты қосу міндетті емес, қыздар. Дәміне қарай енді тұзымызды, бұрышымызды қосамыз, одан кейін 1 ас қасық майонезді қосып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Өте дәмді салат. Осындай салаттар ұнаса, қыздар, комментарийға өз ойыңызды жаза кетсеңіздер болады. Мінеки салатымыз дайын болды. Енді әдемілетіп тарелкемізге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Гуляш еттен жасалғандықтан, оның қасына осындай қызылшадан салатты қасына қосып ұсынсаңыз, ерекше дәмді болады. Ұстап жатқан оразаларыңыз, қыздар, қабыл болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.